Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен чурас деп аталатын итальяндық десертпен бөліскім келіп отыр. Сырты сондай қытырлақ, іші нәзік болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сотейникке су, қант және сары майымызды салып, жақсылап араластырып, бір қайнағанын күтеміз. Осылай қайнап бастағанда үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде видеодағыдай қамыр шығу қажет. Бұл қамырымызды орташа отта дайындаймыз. Қамырымыз дайын болған соң оттан өшіріп, сәл ғана суытамыз. Суып бастаған кезде осы 2 жұмыртқамызды біртіндеп қамырымызға салатын боламыз. Қамырымызды жақсылап араластырамыз. Бізде видеодағыдай осындай қамыр шығу қажет. Бізге М1 деген осындай насадка қажет. Кондитерлік қалташамызға қамырымызды салып, осылай дайындап аламыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырамыз. Майымыз қызғанша чурасымызға осындай қант дайындаймыз. Қант пен какаомызды жақсылап араластырып, бір бұрышқа қойып қоямыз. Енді сұйық майымыз қызғаннан кейін, дәл осы видеодағыдай қамырымызды осылай салып шығамыз және қайшының көмегімен осылай кесіп тастаймыз. Чурастарымызды орташа отта 2 жағынан қызартып қуырып аламыз. Дайын болған чурастарымызды осылай салфеткаға түсіріп аламыз, артық майын сіңдіріп алу үшін. Енді қалған қамырымызды да дәл осылай барлығын қуырып шығасыздар. Егер чурастарды майда қуырғыларыңыз келмесе, онда пешке 180 градуста шамамен 15 минуттай пісіріп алсаңыздар болады. Міне біздің чурастарымыз толықтай қуырылды. Енді сәл суытып алып, осылай қантымызға аунатамыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сырты қытырлақ, іші өте жұмсақ болып шығады. Сіздерге сөз ұнайтынына сенімдімін. Егер де видео рецепт ұнаса, видеома лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы қызықты видео рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Аякөз, келесі кездескенше.